тромбтың аймағындағы қандың айналымы баяулайды. Жасушалар капиллярлар арқылы қанмен қамтамасыз етіледі, тамақтанады. Бірақ капиллярлардың диаметрі мөлшері бір немесе екі эритроцит сияқты болғандықтан көптеген жабысқан эритроциттер өте алмайды. Осы себептен жасушалар тұншығып аш бола бастайды, ластанады, қышқылданады. Көптеген қан түйіршіктер, эритроциттер бір-біріне жабысып қалғандықтан жасушаларға өмірлік қажет қоректі заттар мен оттегі келмей қалады. Сондай-ақ жасушалардың ішінен олардың өмірлік тіршілік өнімдері шығарылмай қалады. Жасушаның дұрыс тамақтануы бұзылғандықтан жасушаға қажетті қоректі заттарды жеткізу мен шығару механизмі бұзылады. Осыдан кейін ағзамыз, денеміз әлсірей бастайды, созылмалы аурулар дами бастайды, иммунитетіміз төмендейді. Бұның бәрі жасушаларымыздың және бүкіл ағзамыздың бұзылуына әкеледі. Осының бәріне адамдар күнделікті көптеген мөлшерде электро және радиомагниттік толқындармен сәуленеді. Түрлі электроприборлар, жоғары вольтты кабельдер, интернет, Wi-Fi, 5G осының барлығы ауадағы ауаның молекуласын ионын плюс деген зарядқа ие қылдырады. Барлық осы молекулалар плюс деген зарядқа ие бізді қоршаған ортадан алатын ауадан, тамақтан, судан. Осылардың барлығы біздің қанымыздағы, ағзамыздағы молекулалармен кездесіп, минус деген зарядқа ие бір-біріне жабысып қалады. Ауамен келген оттегінің молекулалары плюс деген зарядқа ие. Эритроциттердің минус деген зарядқа ие молекулалармен кездескен кезде жабысып қалады бір-біріне. Сөйтіп қан қоюланады. Осының себебінен қан тамырларында, қан капиллярларында қандың айналымы төмендей береді. Циркуляция мен микроциркуляция ағзаның барлық мүшелерінде, жасушаларында төмендей береді. Сондықтан адамдарға көбірек табиғатқа шығу керек. Жалаң аяқ жермен, көгалмен жүріп аунау керек. Себебі жер минус деген зарядтардың өткізушісі. Немесе табиғатқа, тауға, көлге, орманға шығып ауасын жұту керек. Себебі табиғаттағы таза ауаның молекулалары минус деген зарядқа ие. Немесе медициналық бұйымдарды сатып алсаңыздар да болады. Микросфералардан жасалынған. Олардың адамдың денсаулығын қалыпқа келтіретін, емдеу жүретін потенциалы бар. Медициналық бұйымдардың ішіндегі микросфералардың молекулалары минус деген зарядқа ие. Осы медициналық бұйымдарды қолданған кезде адамдың бойындағы плюспен орналасқан зарядтарды микросфералар өзінің бойына тартады. Ептеп адамдың денсаулығы қалыпқа келеді. Қандай аурумен ауырса да. Плюспен орналасқан молекулалар, зарядтар денені қалтыра бастайды. Адамдың денесінде тек қана минуспен орналасқан молекулалар, зарядтар қалады. Минуспен орналасқан молекулалар бір-бірімен кездескен кезде бір-бірінен итеріле бастайды. Бұл бүкіл ағзамызда қандың айналымына жақсы ықпал етеді. Медициналық бұйымдармен, микросфералармен қолданғаннан кейін адамдар өздерін жақсы сезіне бастайды. Шаршау жиылады, жұмысқа қабілеттілік және еңбекке өнімділік артылады. Микросфералардың әсерінен алдымен асқазанда, шектің ішінде эрозия, язва, свиштер жазыла бастайды. Осы жаралар арқылы сіңірілмеген тамақтың қалдықтары, зиянды патогенді микрофлора, бактерия, вирус, грибок, паразиттар қан жүйесіне енеді. Осының себебінен ағзамыздың кез келген жерінен қабыну процестері басталады. Осы эрозия, язва, свиштер емделгеннен кейін қан жүйесі де тазарады. Парақшама кіріп жалғасын көріңіздер.